қаласының аясында ары қарай жалғасында жоқ үлкен жоқ кітаптардан алда басындамыз шынымен де мақаласы үйренді чалпан әсіресе кітап ал енді мен сіздердің ой, 15 жасында осы осындай ерекшеліктер әкесі барлық жерде тамақтан отырады сосын естен көп шықпайтындығы тамақты ашып қойды ашайын ба мына жақтарда жаңағы барған кезде суреттердің бәрін осылай сипаттама қойып білетін нәтижені оқиды. Ал бұл жерде Астана қаласының белді білім жүйесінде жүрген басшылар мына жерде сол фотоларды ауыстырып отырады. Бұл жерде жаңағы принтер ксерокстан басқасу жасап тұрады. Сол жақтан шығарып алады. Бәрімен қажетті дүниелері, содан кейін арнайы архив бар, сол жақта да көп ландшафт дизайны, сол жерде жүргізілетін зерттеулер. Өйткені енді мынау үлкен шара өтті. Енді постер деген сөз енді негізі мектепте де қолданады, бірақ та балабақшаның соған байланысты біз енді басқа фасонда әдемі жан-жағына жайлау, төрт орындан тұрады. Мынау жайлаулағы дүние канистрмен зауытқа келіп балаға түсіндіреміз. Ол жерде сүт, балық, залалсызданылады. Содан қанат түспегені. Ол мына жерде күбі бар ағының. Апай жартысынан күбіге құйып қымыз жасайды, жартысын өткізіп зауытта залалсыздандырып мынандай қалмаса, барлығы жақсы болған жағдайда ғана бізде енгізді сөз. Мына жарамен айтып өткен кәдіммен рисаймен өсіріп қуаттардан өсірсек. Мен дүниеге компьютерларды тосып отырғанда тағы басқа жүріңіздерді. Мынау шахмат кабинеті. Шахмат кабинеті түк отырады қалалар мысалы алған кезде. Мұнда қойып атқаны келіп қалып. Оны атқамыз бірінші. Мына жерде психолог кабинеті. Кабинеті бұл жерде бөліп тасталған. Мына жақта құжаттары аппаратында чтобы ешқандай бөгет болмасын. Ана магнитная доска. Бөлтелмай, төрт магнит балалар әртүрлі өздері неше түрлі. Содан кейін жаңағы біз ана ненің аясында, кирпустың аясында лего кабинет ашып, қазір мен айтып беремін. Бұл жердегі балалардың бойында мен сіздерге бір нәрсе айтайыншы. Мысалға, мынау лего, мынау арада кететін иә? Бойда ертегі құрастырады. Даже вот сыртының өзіне біз Абай атамыздың сөзін жазып қойдық. Сендер кендігі тапта бар кеп қалады. Мына жерде міне экология және біз Астана деген парк ашып кетті ғой. Сол парк, мынау сол паркте былтыр отырғызылған шыршалар, демаласыздар. Әртүрлі жоспарымыз бар, қаншаның проекттары алдын ала айтып сіздермен
Мына жерде мына дүниелер мұны шығарып алған кейін алтын күздеріне писать дейді шығып бала көріп жүргізіп тұратын сосын ал балаға мыналар мыналардың осы жер болмаған мынау 46-та отырғызылған қарағайлар қазір мынандай мына бірін әкеліп отырмыз 66 шықты жұмыс жасап сосын барып тақпақтарын айтады иә соған балаға түсіндіріп ландшафтный дизайнға жақсы қай топтасың сен айтшы маған қандай топқа барамыз біз бала мыналарды қойған себебіміз ландшафтный дизайнға қатысы бұның иә бізде саябақ бар иә сыртта сол саябағымызда өсетін бірінші бізде шырша міне шырша бұл шишкамен орып жасайды сол өздері шетен ағып не болады шетен бізде бар мына қайыр сәлеметсіздер ме балалар алматы облысында үш күнде ертегі Падасы жоқ. Күнде де көрмейтін болдық қой. Екеуміз күн сәсіне шумақтың жақсы жесе қайтеді. Кірпір, шишаның пайдасы жоқ деп кім айтты саған? Шишаның пайдасы өте зор. Жер бетіндегі оттегінің ормандар береді. Havası taze, şantadan yok. Mağanın adı, nemi savurmada kalan, жарайды, uzun білесің. Дальше, мына жерде қыздар ақпарат скорее ата-анаға кеңесі сосын ер балалардың
сериясы менің Қазақстанымда. Кім табады, сол ақылды болады. Мұқият тыңдаймыз кәне. Астық пісіп, егін пісіп, құрман дәнге толады. Қайсысы болады? Ендеше бәрімізді уже дайындап мен сұрағанда қазір мұқият қауіпсіздікті сақтайық. Мен бастаймын деген кезде ғана қолмен ұстаймын. Қолмен ұстауға қазір болмайды. Мұқият тыңдаймыз. Мы сегодня посетили 84-й детский сад Кавса. Я под большим впечатлением, мне очень понравилось. Сразу видно работа заведующих, педагогов, воспитателей, что здесь идет работа, идет движение, дети не сидят на месте, всем интересно. Я думаю, это их второй дом, они с удовольствием приходят в этот детский сад. Плодотворная работа, видна работа педагогов, много интересно дополнительных кружков, оснащение очень прекрасное. Воспитатели с удовольствием работают с детьми, с интересом. Дети тоже также относятся к воспитателям. Такая обстановка, как дома. Рахмет много себе взяла хорошего для детского сада, под впечатлением. Спасибо. Конечно, хорошая была. Рахмет Баласа Тольгалиевна, никто и не сомневался, что несмотря на то, что да, сад, естественно, сад отличается и Ерекше с тем, что он построен по современным стандартам, но попав сюда, в любом случае ты понимаешь, что работа методическая, работа всестороннего развития детей в любом случае здесь ведется на высоком уровне. Да, и несмотря на то, что, я же говорю, поражает то, что условия созданы хорошие для детей, в плане того, что вы отдаетесь полностью этой работе, занять детей, джан-жақтан там развивать в разных направлениях, что вы одновременно взяли, не бросили жерге тастамай даже нашу поездку и тут же взяли, да, взяли эксперимент Кикус. И вообще ваше отношение к родному языку, государственному языку всегда меня поражало. Вам успехов. Вот, нам учиться у вас, учиться и учиться. И ваши будущие планы по поводу именно Ательдам туда, конечно, мы всегда поддержим, кудаемся. Действительно, сегодня Джаю Шсагат, настолько все интересно, познавательно. Так что надеюсь на плодотворную совместную работу. Да, без уже, кстати, начало есть, меморандумы подписаны. Да, Кикус. Такой замечательный детский сад. Мы с желанием и с интересом пришли сюда увидеть, опытом набраться. Нас видно оснащение хорошее, видно работа поставлена на высоком уровне. Вот хочется, мы сегодня увидели еще, насколько экологическая работа здесь продвинута, работа большая ведется и с родителями, и с детьми, хорошее оснащение в коридорах, продуманность познавательных кабинетов для детей,
насколько это интересно. Мы даже, вот, знаете, влились в эту работу, хотелось посидеть, поработать. Увидели, насколько вот замечательный ваш коллектив, вам творчество, больших успехов. Сіздерге көп рахмет, сіздермен де жақынырақ өзіміздің білімімізді бәрін араласып бөлісе берейік. Әріптестерімізді жіберіңіздер, біздер сіздерге қонақ болып барайық. Жақсы, өстіп мынандай жақсы екен осындай бастама. Бір-біріміздің үйренеміз, әскерлер, психологтар өстіп бір-біріне жиі сіздерге жеке келіп жатсыздар, біз де сіздерге барып осылай